Шет тілдерін үйрену үшін грамматикалық қағидаларды өзестіріп, әмелиятта қолдана білу талап етілді. Осы тек арғы шартты орындаған жас бар екен, қайсы тілде болмасын емін еркін сөйлеу имканиятына ие болады. Бүгінгі рауажданып бара жатқан дәуірде бұл бағдарда жастардың ұмтылыстары көзді қуандырады. Олар бір емес, бірнеше тілдерді меңгеруге бар ынтасын, ғайратын салады. Ең тек арғысы өз кәсібін медицина тарауымен байланыстырған жастар үшін инглиз тілінен халықаралық C1 сертификатына ие болса, оларға стипендиясына қосымша хақы төленеді. Әлбетте, бұл система тек қана медицина тарау үшін енгізіліп, бұл бағдарда өз нәтижелерін көрсетіп отырған жастардың қатары артып отырғандығы мақтанышлы. Қазіргі репортажымызда бұл хақында кеңірек сөз етеміз. Хақиқатында да бүгінгі жастарға қарап жүдә әуесіміз келеді. Ешбір дәуірде оларға бүгінгідей кең имканиятлар жаратылмаған. Қарақалпақстан медицина институты стоматология факультетінің 4-ші курс студенті Нилуфар Алланазарова мектепте оқып жүрген уақытларынан бастап инглиз тіліне болған қызығушылығы артып, өз үстінде тынымсыз ізденісте болды. Өзбекстан денсаулықты сақлау министрлігі тарапынан инглиз тілінен халықаралық C1 сертификатына ие болған жастарға қосымша хақы төлеу бойынша енгізілген бұл имканиятты естіп, ол елі де ізленуден, оқып үйренуден шаршамады. Нәтиже болса, ол күткендей IELTS сертификатын қолға кіргізіп, білім дәрежесінің жоғары екенлігін дәлелдеді. Инсан саламатлығын жақсылау, кеселіклерді емлеу үшін студентлер модамы ізленісте болады. Ал дүние тәжірибесін үйрену үшін болса, тіл білу оғада ахметлі. Нилуфар интернет арқылы шет ел кітапларын емін еркін оқып, теориялық білімін толықтырып барады. Мен инглиз тіліне 7-ші классынан бастап даярланып бастағанмын. Өзімнің мектептегі мұғаліміме һәм 3 жыл давамында тек қана грамматиканы байытып қатынап жүрдім. Кейін болса, жоғары оқу орнына кіруім үшін маған инглиз тілі зарур болғандықтан, мен және де инглиз тілі бойынша білімдерімді күшейтіп бардым. Осының нәтижесінде алдыңғы жылы инглиз тілінен халықаралық сертификат, яғни IELTS-тың 7 балын алуға мәсір болдым. Бұл әлбетте күшлі мұғалімдерге қатынағанымның есебінен һәм өзімнің талпынысымнан деп ойлаймын. Білеміз, шет елдерде медицина жүдә жақсы рауажланған һәм елде жедел патпенен рауажланып келмекте. Сондықтан мен алған сертификатым, яғни инглиз тілін білу дәрежем қазір маған медициналық тарауындағы кітапларды және оқып өзімнің үстімде істеуді, яғни медициналық білімлерімді және де тереңлестіруге көмек беріп жатыр. Халықаралық сертификат IELTS-ты алғанлығым есебінен, яғни C1 дәрежесін алған есебінен маған өзімнің стипендияма қосымша қаржы институт тарапынан беріліп жатырды. Һәм бұл менен мен мақтанып айта аламын, өзімнің жағдайымды, материалдық жағдайымды өзім осы күндерде өзім тәмелеп келіп жатырмын. Соны да мақтанышпен айтып өтуіміз керек, бұл даргайда 20-ға жақын студент жастар халықаралық C1 сертификатына ие болып, оларға стипендияларына қосымша институт тарапынан қаржы төленіп келмекте. Бұл имканиятлардан пайдалану ниетінде болған жастардың қатары күн сайын артып отырғанлығы жәмәатты қуанышқа бөлемекте. Себебі тіл білген жастардың имканиятлары артып, олар келешекте білімнің шпакерлер болып жетілседі, сырт елдерде тәжірибелерін арттыра алады.